Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгін сен сабақта тапсырмаларды орындау үшін алған біліміңді қолданып, өткенді пысықтайсың. Балалар, ақылды үкі сендердің нені үйренгендеріңді тексеріп, араларыңнан білімді баланы анықтамақшы. Ол үшін сендер барлық тапсырманы дұрыс орындауларың қажет. Ал сендер дайынсыңдар ма? Олай болса, ақылды үкінің бірінші тапсырмасын мұқият тыңда. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен барлық екі таңбалы сандарды ата және жаз. Бұл тапсырманы дұрыс орындауымыз үшін таңдап алу тәсілінің ережесін есіңе түсір. Нұсқаларды жазу жүйесіз болмауы тиіс. Таңдап алудың дұрыс жолы сандарды өсу ретімен жазу. Мұндай таңдап алуда бірде-бір нұсқа қалып кетпейді және нұсқалардың қайталануына жол берілмейді. Кәне, өздеріңді тексеріңдер. 13, 15, 17, 31, 35, 37, 51, 53, 57, 71, 73, 75. Бұл сандар 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен құрастырылған барлық екі таңбалы сандар. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тақырыпты өте жақсы меңгергендіктерің байқалып тұр. Енді ақылды үкінің екінші тапсырмасымен бірге қарайық. Есепті шығар, қолданған формулаңды жаз. Ауданы 5 гектар алқаптан жиналған қызанақтың түсімділігі гектарына 140 центнер, ал ауданы 7 гектар алқаптан гектарына 120 центнер болды. Екі алқаптан барлығы неше центнер қызанақ жиналды? Балалар, мына тапсырманы орындау үшін біз нені білуіміз қажет? Иә, дұрыс айтасыңдар. Түсімділіктің формуласын еске түсіруіміз керек. Түсімділік М, С бірлігінен жинап алынған түсімнің массасы, М жиналған түсімнің жалпы массасы. Есепте нені сұрап тұр? Иә, дұрыс айтасыңдар. Жиналған түсімнің жалпы массасын сұрап тұр. Жалпы массаны табуымыз үшін түсімділікке жинап алынған түсімнің массасын көбейтуіміз керек. Яғни, М тең М мен С-тің көбейтіндісіне. 140 пен 5-тің көбейтіндісі 700. 120 мен 7-нің көбейтіндісі 840. 700 бен 840 сандарының қосындысы 1540-қа тең. Екі алқаптан барлығы 1540 центнер қызанақ жиналды. Балалар, дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Тамаша, балалар, өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, ақылды үкі өзінің үшінші тапсырмасында сендердің логикалық ойлау қабілеттеріңді байқайды. Ал ендеше балалар, мұқият зер салыңдар. Текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бағытта бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшенің жазбасына қарап, сұрақ белгісімен қандай жеміс жасырылғанын анықта. Тігінен санағанда жоғарыдан төменге қарай бірінші сұрақ белгісінің орнында алмұрт, екінші сұрақ белгісінің орнында алма, үшінші сұрақ белгісінің орнында мандарин жемістері жасырылған. Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте ақылды бала екенсіңдер. Тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар. Балалар, ақылды үкі төртінші тапсырма арқылы қозғалысқа берілген есептерді қалай шығара алатындарыңды тексереді. Ендеше есепті мұқият оқыңдар. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы секундына 4 метр.
ал екіншісінің жылдамдығы секундына 2 метр. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың арақашықтығы 80 метр болады. Бұл есептерді шығару үшін ең алдымен нені білуіміз керек? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қозғалыстағы денелердің әрқайсысына не белгілі екенін және нені табу керектігін анықтап, теңдеуді шешесіңдер. Бұл жерде уақыт белгісіз. Сондықтан белгісізді x деп белгілеп, теңдеуді шеш. 40 секундтан кейін желаяқ спортшылардың арақашықтығы 80 метр болады. Жарайсыңдар балалар. Тапсырмаларды өте дұрыс орындадыңдар. Ал балалар, ақылды үкінің соңғы тапсырмасына да келіп жеттік. Соңғы түйенің жүгі ауыр демей ме? Олай болса, тапсырманы орындағанда мұқият болайық. Бір қаладан, бір уақытта, бір бағытқа қарай жеңіл мәшине және жүк көлігі шықты. Жүк көлігі сағатына 60 километр, ал жеңіл мәшине сағатына 100 километр жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай арақашықтықта болды? Бір бағыттағы қашықтау жылдамдығын табу үшін жылдамдықтардың айырмасына тең екенін ұмытпайық. Есепті ойланып, асықпай шығарыңдар. В1 60 км сағатына, В2 100 км сағатына, Т 2 сағатқа тең. С белгісіз. Қашықтау жылдамдығының формуласын қолданып, 100 бен 60 сандарын азайтамыз. Яғни, 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен 80 км қашықтықта болады. Жарайсыңдар балалар. Сендер менің ұсынған барлық тапсырмаларымды дұрыс орындап, білімді екендеріңді дәлелдедіңдер. Ал білімді жастар еліміздің болашағы. Әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады. Ертең осы елге ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан өзінің білімді, өнегелі азаматы болу әр оқушының міндеті. Балалар, бүгін сабақта тапсырмаларда орындау үшін алған білімді қолдандым, өткен тақырыптарды пысықтадым десең, онда өзіңді өзің күлегештермен белгіле. Ал ақылды үкі сендерді мына төс белгімен марапаттайды. Балалар, бүгінгі математика сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.